Сәлем достар. Бүгінгі видеода сұрақтардың дұрыс жауабын табатын боламыз. Барлығы 35 сұрақ, ойлануға 10 секунд уақыт беріледі. Ал егер дайын болсаңдар, біз бастаймыз. Қай жануардың түйедей болса да, өзі өте қорқақ? Түйе құс. Қай құс түнде мысық сияқты жақсы көреді? Жапалақ. Қай жәндік өзі кішкентай болса да, пілдей жүкті көтереді? Құмырсқа. Қай жануар сусыз түйеден де ұзақ шыдай алады? Егеу құйрық. Қай жануардың тілі өз денесінің жартысындай ұзын? Құбылғы. Қай жануардың терісі зебра сияқты жолақ, бірақ өзі атқа ұқсайды? Окапи. Қай теңіз жануардың дыбысы адамның күлкісіне ұқсайды? Дельфин. Қай өсімдік адамды пияз сияқты жылатады? Ащы бұрыш. Қай гүл күннің соңынан айна сияқты ереді? Күнбағыс. Қай жануар аю сияқты қыста ұйқыға кетеді? Суыр. Қай зат су сияқты ағады, бірақ оны қолмен ұстай алмайсың? Уақыт. Қай зат оттан да ыстық, бірақ жерде емес, көкте тұрады? Күн. Аспандағы ақ мақта. Әрине бұлт. Пышақсыз кесетін не? Сөз. Аяғы жоқ, бірақ жүреді? Уақыт. Жел сияқты жүйрік не? Ой. Түнде туатын күміс табақ. Ай. Адам денесіндегі ең қатты зат не? Тіс кіреукесі. Қара алтын деп нені атайды? Дұрыс, бұл мұнай. Күн жүйесіндегі ең ыстық планета? Шолпан. Су астындағы ақылды балық? Дельфин. Адамның ең жақын ақылшысы? Дұрыс, бұл кітап.
Үйін арқалап жүретін жәндік. Достар, жауабын тапсаңдар, комментарийге жазып кетіңдер. Бұл не екен, қандай жәндік? Құлағы есектен де ұзын аң. Қоян. Мақта сияқты аппақ әрі суық. Қар. Жол көрсететін көз. Шам. Алтыннан да қымбат не? Уақыт. Дыбысты қайталайды. Жаңғырық. Компьютер сияқты ойлайды. Ми. Насос сияқты қан айдайды. Достар, бұның да жауабын комментарийге жазып кетіңдер. Балдай тәтті не? Ұйқы. Дененің сүзгісі. Бүйрек. Шөп сияқты өседі. Дұрыс жауабы шаш. Еңбекқор мүше. Бұның жауабы жүрек. Ең қымбат байлық. Денсаулық. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қанша балл жинағандарыңды комментарийге жазып кетіңдер. Сау болыңдар.